Түркістан облысы Арыс қаласы жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған өлкенің мәдени мұрасы. Сабағымыздың мақсаты туған өлкенің мәдени мұрасымен танысу. Сабағымыздың барысы туризм дегеніміз не? Туризмнің мақсатына қарай жіктелуі. Жас туристер үйірмесінің міндеті. Арыс қаласы 9 жолдың торабы, Орта Азия қақпасы. Мәдениетті зерттеу мақсатындағы туризм. Қоғамдық туризм. Туризм француз тілінен аударғанда серуендеу, жол жүру деген мағына береді. Адамның бос уақытындағы саяхаты. Белсенді демалыстың бір түрі. Туризм халықтың рекреациялық қажеттілігін, яғни денсаулығын жақсартуы, күш-қуатын қалпына келтірудің ең тиімді жолы. Туризм адамдардың қарым-қатынасын, танымдық қабілетін арттырып, мәдениет пен өнердің дамуына, ел экономикасының өркендеуіне өзіндік үлес қосып, ел мәртебесін әлемге танытуға мүмкіндік туғызады. Туризм саяхат мақсатына қарай. Экологиялық, ойын-сауық, танымдық, спорттық, балалар туризмі. Әлеуметтік мақсатына қарай. Іскерлік, этникалық, діни туризм болып бөлінеді. Жас туристер үйірмесінің басты міндеті оқушылардың әлемді, өз өлкесін тікелей білуге деген табиғи қажеттілігін қанағаттандыру. Оның қаншалықты әдемі екенін көрсету, туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін, туған жері мен халқына деген адалдығын тәрбиелеу болып табылады. 1905 жылы темір жол құрылысы басталып, 1907 жылы Арыс станциясы салынды. 9 жолдың торабы, Орта Азия қақпасы атанған Арыс жерінің темір жол саласындағы ерен еңбектері үшін социалистік еңбек ері атағымен Әуесхан Салықбаев, Әбдуәлі Балғынбаев, Сырлыбек Байжанов, Көбіжан Мұхамеджанов, Задария совхозының өсіп өркендеуіне ерекше үлес қосқан Боранбек Шүкірбековтер есімін қала тұрғындары ілтипатпен атап мақтаныш етеді. Мәдениетті зерттеу мақсатындағы туризм. Бұл туризмнің түрі өз өлкеміздің рухани құндылықтарын, мәдениетін, тарихын зерттеп, білуге бағытталған және ол танымдық және табынушылық болып бөлінеді. Танымдық туризм тарихи, мәдени және географиялық құндылықтарды зерттеу, көру мәселелерін қамтиды. Бұл мақсаттағы саяхаттанушылар көбінесе өздері саяхаттаған өлкенің әлеуметтік, экономикалық қатынастарына қызығушылық білдіреді. Табынушылық мақсаттағы туризм ерекше діни мәні бар жерлерді көру арқылы орындалады. Қоғамдық туризм. Қоғамдық туризм ретінде саяхаттанушы өзінің туысқандарын, таныстарын, достарын көру, қонақ болумен түсіндіріледі. Сондай-ақ клубтық туризмді де жатқызуға болады. Клубтық туризмнің ерекшелігі саяхаттанушы саналы түрде арнайы бір топпен ғана саяхаттауды мақсат етеді.
Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, соңғы жылдары ғалымдар барлық балалардың, атап айтқанда мектеп жасындағы балалардың қозғалыс белсенділігінің төмендеу тенденциясын атап өтті. Бұған көптеген факторлар ықпал етеді. Теледидар мен компьютер заманауи балаларға құрдастарымен қарым-қатынас пен ойындарды алмастырады. Ата-аналары балалардың ерте интеллектуалды дамуына деген құштарлығы олардың физикалық дамуының нашарлауына келеді. Сондықтан да экскурсияға, саяхатқа немесе жорыққа шығып, туған еліміздің тамаша табиғатын тамашалап, бойымызды сергітіп, денсаулығымызды нығайтайық.